Сәлеметті құрметті достарым, бүгін пирог пісіреміз. Бұған 3 жақ ингредиент керек. 4 жұмыртқа бір пирогқа, 160 грамм ұн, 150 грамм қант. Жұмыртқамызды жарып, жұмыртқамыз негізі салқын болу керек, холодильниктен шығару керек. Бұны салқында болғанда жақсы көпіреді. Жұмыртқамызды осылай 4 жұмыртқаны осылай миксермен араластырып көпіртеміз. Бұл жақсы көтерілу үшін негізде бір шымшым ғана тұз салам бұған. Көп салмаймыз, бір шымшым ғана. Жақсылап көпіртеміз. Негізінде осы жолы мен сразу 2 порция жасап жатырмын. Бір порциясын 2 бөлінеді. Бір порциясы ақ болады, бір порциясы шоколадный болады. Екеуін араластырып салатын болдым. Жұмыртқамызды неткенге міне қант саламыз. Аздап отырып қант салып отырамыз. Барын сразу салмаймыз, аздап отырып саламыз. Өйткені түгел салуға болмайды, ауыр болып кетеді. Жұмыртқамыз негізінде құлап қалуы мүмкін. Сондықтан бұны жақсылап тұрып осылай араластырып отырып, аздап салып отырамыз. Қантымыз ергенше жақсылап көбірек араластырамыз. 2-ге бөлдім мінекей. 2-ге бөлгеннен кейін бір порциясына ұн саламын. Ұнды да қасықтап саламын. Ас қасықпен аздап отырып салып араластырамыз. Өйткені ұнымыз жақсылап тұрып араласу керек, комочектар болмау керек ортасында пирогымыздың. Жақсылап араластырып аламыз. И мындай не болмауға, қою болып кетпеу керек. Неге көріп отқандай, қою болмау керек, сұйықтау болу керек. Өте сұйық болмау, осындай ғана болу керек. Және бұны қоя тұрамыз. Екіншіге біз шоколад қосатын болдық. Сондықтан 3 шай қасық қана какао қостым. 3 шай қасық онымен араластырып алдым жақсылап. Оны тағы екінші немізге қоссамыз, екінші порциямызға. Бұны да жақсылап аздап шай ас қасықпен салып отырып, неке араластырып отырып, жақсылап онымызды бәрін араластырдық жақсылап. Қою болып кетпеу керек. Неке осындай тоже. Енді протеинімізға пергамент қағазым салып, аздап май қиып, бірінші 2 ас қасық ағынан қидым. Или сіз можете шоколадный қиюға, кімге қалай қияды, өзіңіздеріңіз көресіздер. Екіншінде мен уже бір ас қасықтан ғана кезектеп қиям осылай. Шоколадныйдан және ағынан осылай кезектеп қиып отырам. Пирогымыз қиғанша дейін духовкамызды 180 градусқа қойып қойғанбыз. Пирогымыз 20 минут солай где-то піседі. Енді оны қарап отырасыздар. Піскен кезде ортасына зубочистка салып көрсеңіз, наны жабыспаса, онда әдемі піскені. Мінекей пирогымызды қойдық. Мінекей осындай болып шықты гүлі. Әдеміреп. Осындай оңай пирог, өте дайындауға оңай. Көп нәрсе керек жоқ. Ас болсын, қолдап отырыңыздар каналымызды, лайк басып, коммент жазыңыздар. Рахмет сіздерге.